Математика ұбт курсының 5-ші сабағы. Егер алдыңғы сабақтың барлығын бақылап жүрген болсаңыздар, біз сандар тақырыбын әлі де ашуды жалғастырып жатырмыз. Яғни натурал сан айтылды, оның ішіндегі барлық тақырыптармен одан кейін бүтін санға өттік. Және міне алдыңғы видеодан бастап рационал санды бастаған болатынбыз. Рационал сан деп біз бөлшек түрінде жазылған сандардың барлығын біз рационал санға жатқыздық. Ендеше алдыңғы сабақта біз бірден жай бөлшектерді айтып кеттік. Дұрыс, бұрыс деп бөлінетін аралас сандарды. Енді бүгін сол жай бөлшектерді күнделікті өмірде қай жерден байқауға болады? Жалпы ол жай бөлшектерді қолданбай өмір сүрсе қайтеді? Ол не керегі бар математикаға деген сұрақтардың айналасында жауап берсек. Мысалға, біз бөлшекті қолданбаймыз десек те, біз жалпы бөлшек деген тақырыпты біз 5-ші класста өтеміз ғой. Оған дейін де сіздер оны қолданғансыздар. Қалай дейсіз ғой? Мысалы, сіз асханаға досыңызбен барған кезде, мысалы досыңыздан пирожкиінің немесе алған сусынның жартысын сұраған кездеріңіз болған шығар. Досым, пирожкиді бөліп жейікші деген сияқты. Мысалға, немесе 3-4 досыңыз болса, 3-ке бөліп жейік, 4-ке бөліп жейік деген бір қандай да бір нәрсені бір бөліп жеген кездеріңіз болған шығар. Міне осындай бөліп алуды, яғни бүтін бір затты бөліп үлестірсеңіз, ол бөлшек тақырыбына кірдім деп есептеңіз. Яғни бүтін затты бөліп алу, ол бөлшек болады екен. Енді әлде де тереңірек айтайық. Мысалға бір кез келген бір бөлшек алайық. Мысалға 7-ден 4 деген бөлшекті алайықшы. 7-ден 4. Оның бөліміндегі 7 нені білдіреді? Бұл бір заттың 7-ге бөлінгенін айтады. Яғни 7-ге бөлінген бір зат. Мысалға ол пицца бола ма, андай приличный шоколадтар бола ма бөлініп тұрған, сондай, мысалы мен ағашты ала салайын, бір ағашты алып 7-ге бөле салайын. Мына ағашты мен 7-ге бөлдім. Енді алымындағы 4 нені айтады? Ол алымындағы 4 осы 7 бөліктің 4-еуі дегенді білдіреді. Ол бастапқы 4-еуі ма, соңғы 4-еуі ма, арасынан теріп алған 4-еуі ма, бәрібір. Әйтеуір осы 7 бөліктің бәрі бірдей деп ойлаңыз, бәрі бірдей бөліктер, кез келген бір 4-еуі. Мынау бола ма, міне. Осындай бір 4-еуін алдым, міне. Кез келген 4-еуіне x белгісін қойдым. Ал неше бөлігіне x белгісі қойылмады? 7 бөліктің 3-еуіне x белгісі қойылмады, мысалға. Немесе сіздер пиццаға да тапсырыс бересіздер ғой. Мысалы, пиццаның суретін салайық. Мысалы, пиццаны андай бір бөлікке бөлініп алып келді. Мына жерде барлығы неше бөлік? Барлығы 8 бөлік. Соның сіз мысалға мына бір бөлігін жеп қойдыңыз. Мысалы, мына бір бөлігін жедіңіз. Мына бір бөлігін жедіңіз деген сияқты. Мысалы, неше бөлікті жедіңіз? 8-дің 3 бөлігін жедіңіз. Ал желінбеген қаншасы бар? Желінбеген 5-еуі бар. 8-дің 5 бөлігі желінбеген, 3 бөлігі, яғни 8-дің 3 бөлігі желінген. Яғни міне бөлшек деген тақырып осындай екен. Бір заттың бөліктен бөліп тастауы. Егер бір зат, бүтін бір затты бөліп тастасаңыз, ол бөлшек болады екен. Және тағы да біз не өттік? Аралас санды да өттік, дұрыс па? Енді аралас сан туралы да айтып көрейік. Мысалға, кез келген бір аралас сан айтайық. Так, неше дейміз? 3 бүтін дейік, мысалға 5-тен 2 дей салайық, 3 бүтін 5-тен 2. Осының суретін салып көрейік. Так, нені алуға болады? Мысалға, торт алайық, тортты. Мысалға, міне, бір торт, екінші тортымыз, үшінші тортымыз. Енді үшеуі бірдей деп ойлаңыздар енді. Яғни мен осы 3 бүтін торт салып тұрмын. Бұлар жаңа піскен, әлі желінбеген бүтіндей торт. Яғни мен 3 бүтін дегені бар ғой мынау, соның суретін салдым. Енді қазір 5-тен 2 дегені суретін салдым. 5-тен 2 деген қалай? Мен тағы бір 4-ші тортты саламын да, оны 5-ке бөлуім керек. 5 бөлігі бірдей деп ойлаңыз. Соның 2 бөлігі ғой, міне 5-тен 2 бөлігі деп тұр, міне. Мысалы, мына бөлік және мына бөлік дей салайын, ал екеуі қатар қойып қойын. Қалған бөліктердің барлығы желініп қалды деп ойлаңыздар. Бұны үзгізіп салып қойын. Яғни бұл жоқ деп ойлайсыз ғой. Бірақ 5 бөліктің екеуі екені түсінікті болу үшін суреті тұра берсін, жақсы ма? Мынаның барлығы желініп қалды. Мына үзік-үзікпен салынған жерлердің бәрі желініп қалған ғой. 5 бөлікке бөлінген торт мысалға, соның екеуі ғана қалғанда. Сонда міне 3 бүтін 5-тен 2 деген сурет осындай болады екен міне. 1 бүтін плюс 2 бүтін плюс 3 бүтін, міне 3 бүтін, үшеуі бүтіндей торт, желінбеген.
Сосын төртінші торт уже басталып желінген екен. Үш пен жастар не бар деп едік? Қосу таңбасы бар дедік қой, міне сол ғой, міне үшеуі қосылады және тағы төртінші торт бар, бірақ толық емес. 3,5-2 дегеннің суреті осындай болады екен. Міне байқасаңыздар, міне осындай бөлшек деген нәрсе өмірімізде көп деген мысалдар келтіре беруге болады. Тіпті сіздер сөздің арасында да жарты деген немесе жарым деген сөздерді қолданасыздар. Мысалға сағат 2:30 болды деп, мысалы, немесе жүріс жолдың жартысын мені шығарып салшы деген сияқты. Мысалы, бір мектепке бір жерге барасыз, мысалы, жарты жолға дейін мені шығарып салшы, жарты деген сөздерді қолданасыздар ғой. Сол жарты деген яғни екі бөліктің біреуі деген сөз ғой. Түсінесіздер ғой? Мысалы, 2 литр коланы алсақ, соның жартысы 1 литр деген сияқты. Немесе ширек деген сөз бар, енді білмеймін қазақта қаншалықты сіздер қолданасыздар. Ширек деген, яғни бір нәрсені 4-ке бөлесіз де, соның біреуі ширек болып есептеледі. Ширек деген сондай сөз бар. Яғни міне осындай бір сөздер, бәрібір сіздер бөлшекті тақырыбын біліңіздер, білмеңіздер, бәрібір сол тақырыпқа алып барады екен да. Ендеше осы тақырыптың жалғасы ретінде әрі қарай бөлшектерді қысқарту деген тақырыпқа өтсек. Енді бұл тақырып натурал сандардың бөлінгіштік қасиетін жақсы білсеңіздер, бұл тақырып сізге өте жеңілге түседі. Олай айтуым себебі, бөлшектерді қысқарту дегеніміз, ол бөлшектің алымында, бөлімінде бірдей санға бөлу керек. Бірдей. Мына бөлшектің үстін басқа санға, астын басқа санға бөлу ол дұрыс емес. Екеуін де бірдей санға бөлу керек. Мысалы, 8 деген сан қандай санға бөлінеді? 4-ке бөлінеді, 2-ге бөлінеді, дұрыс па? 8-ге де бөлінеді әрине. Ал 12 сол сандардың қайсысына бөлінеді? 2-ге, 4-ке бөлінеді, дұрыс па? Біз сол сандарға бөлуіміз керек. Яғни барынша үлкен санға бөлсеңіз, тіпті жақсырақ жауабына тез жетесіз. Мысалы, мен екеуінде 4-ке бөлгім келеді. Бөлшектің алымында бөлімде 4-ке бөлінеді менде. 8-ді 4-ке бөлемін 2 болады, 12-ні 4-ке бөлемін 3 болады. Байқасаңыздар, мен бөлетін санды ойша таптым және ойша бөлдім. Яғни 4-ке бөлдім де жауабын жаздым тақтаға. Сіздер де солай орындайсыз. Мысалы, 30 деген сан 5-ке бөлінеді және 6-ға бөлінеді, дұрыс па? 24-ті 6-ға бөлінеді ғой. Екеуі де ортақ 6 деген сан бар екен бөлінетін. 24-ті 6-ға бөлсек 4, 30-ды 6-ға бөлсек 5 болды. 5-тен 4 болады жауабы. Енді қысқартқанымызды болған болмаған қалай білеміз? Сандарға қарайтын болсақ, соңында шыққан сандар. Мысалы, 4 деген қандай сандарға бөлінеді? 2-ке бөлінеді, 4-ке бөлінеді, ал 5 ондай сандарға бөліне ме? Бөлінбейді, дұрыс па? Яғни бір ортақ сан жоқ екен екеуі бөлінетін. Онда тоқтай қоясыздар. 77-тен 22. 22 деген сан қандайға бөлінеді мысалға? 2-ге бөлінеді және 11-ге бөлінеді. Ал 77 деген сан қайсысына бөлінеді? Сол екеуінің 11-ге бөлінеді. Яғни екеуінде мен 11-ге бөледі екем сонда. 22-ні 11-ге бөлсем 2, 77-ні 11-ге бөлсем 7 деген сияқты. Келесі, мысалы 210, 300 деген сандарды көріп тұрық. Соңғы цифрлары 0-мен аяқталған. Бөлінгіштік қасиетті еске түсірейік. Соңғы цифрлары 0-мен аяқталса, ол қандай санға бөлінеді? 10-ға бөлінеді. Дұрыс қой? Екеуінде 10-ға қысқартып тастайын. 10-ға бөлейін екеуінде. 10-ға бөлу деген сөз соңғы нөлдерін алып тастау ғой, дұрыс па? Соңғы нөлдерін алып тастайын. 210-ды 10-ға бөлсек 21 қалады. 300-ді 10-ға бөлсек 30 қалады. Енді мына жерде 30 мен 21 тұр деп ойлаймыз. Екеуі де қандай санға бөлінеді мысалға? 21 мысалға 3-ке бөлінеді, 7-ге бөлінеді, 30 7-ге бөлінбейді, бірақ 3-ке бөлінеді ғой. Сонда екеуіне ортақ 3 деген сан бар екен. 21-ді 3-ке бөлсем 7 болады, 30-ды 3-ке бөлсем 10 болады. 10-нан 7 екен. Яғни 7 мысалға тек қана 7-ге бөлінеді, басқа ештеңе бөлінбейді. Ал 10 деген сан 7-ге бөліне ме? Бөлінбейді. Бірақ айтуларыңыз мүмкін, 10 деген сан 2-ке бөлінеді ғой, 5-ке бөлінеді ғой деп. Ол сандардың ешқайсысы бірақ 7-ге бөле алмайсыз ғой. 2-ке бөле алмайсыз, 5-ке бөле алмайсыз. Сондықтан ортақ сан жоқ. Осы жермен тоқтаймыз. Келесі, бөлшектер мынандай көбейткіш түрінде де келуі мүмкін. Алымда көбейткіш, бөлімде көбейткіш түрінде келуі мүмкін. Жалпы мына жерде сондай қылып жазуға болады негізі. 22 деген санды 2 көбейту 11 деп ше. Мына екеуі бірдей негізі. Кейбір балалар осыны 45 пен 17-ні көбейтіп мына жерге жазып алады. 17 мен 35-ні мына жерге көбейтіп жазып алады да, үлкен сандар. Соны қысқартып отырады сосын. Негізі біз ондайға талпынбауымыз керек. Біз мына жерде былай істейік. Мына жерде тіпті мынандай бізге не бар екен? Жеңілдік бар екен. 2, 17 бірдей түріне. Соларды сызып тастауға болады. Неге оларды сызып тастауға болады деп отырмын? Өйткені мысалға, сіздер ойлаңыздаршы, 45 пен 17-ні көбейттіңіз, мысалға. Көбейттіңіз, бір сан шықты.
Мына жақта бір жауабы шықты мысалға. Сол сан 17-ге бөлінеді ғой, дұрыс па? Так, түртіп қойыңыз. Бөлшектің бөліміне өтейік. Солай 17 мен 35-ті көбейттіңіз. Ол жақта да бір үлкен сан шықты. Ол сан да 17-ге бөлінеді ғой. Яғни бөлшектің алымы да бөлімі де 17-ге бөлініп тұр. Яғни 17-лерді қысқартып тастайын. Сонда 45 шығады екен, бөлімде 35 шығады екен. Енді 45 пен 35-ке не айтасыздар? Екеуі де қандай санға бөлінеді? Соңғы цифралары 5 болып тұр. Соңғы цифрасы 5 болса, бұл әрине 5-ке бөлінеді. Қысқартқанда былай да жазуға болады. 45-ті 5-ке бөлем 9 деп, 35-ті 5-ке бөлем 7 деп былай да жазуға болады. Егер сандар көп болса, осылай бөлшектің үстіне. Мына жерде 2 ақ сан болып тұр. Мүмкін сіздерде 3 көбейткіш, 4 көбейткіш те болуы мүмкін. Сол кезде осылай жазған шамалы тиімдірек болады. Енді жауабын жазайық. Бөлшектің бөлімінде тек қана 7 деген сан қалды. Алымында тек қана 9 деген сан қалды. Бұл бізде бұрыс бөлшек. Ал бұрыс бөлшекті біз не істейміз? Аралас санға айналдыруымыз керек. Аралас сан деген қалай еді бізде? Мына 9-дың ішінде неше 7-ні сыйдыра аламыз? Біреуін ғана сыйдырамыз. Бөлшектің бөлімінде 7-ні көшіріп қоямыз. Нешеуі жетпей тұр? 7-ден 9-ға шейін 2-і жетпей тұр. Тексеріп көрсеңіздер де болады. Мысалға, мына екеуін көбейтті 7, оған 2 қоссақ 9. 7-ден 9. Дәл осындай көбейтшін тағы. Дәл осындай бөлшекті жалғастырайық. Мына жерде де бар. Мына жерде енді біз алымнан бөлімнен бір сан таңдап алуымыз керек қой. Екеуінде де ортақ бір бөлінетін сан айтуымыз керек еще. Мысалға 56 мен 49. Екеуі де қандай санға бөлінеді? Қысқартқанда байқап отырсыз ғой, үстінен бір сан таңдап алдым, астынан бір сан таңдап алдым. Мына екеуін қысқартуға болмайды. Немесе астындағы екеуін қысқартуға болмайды. Жақсы ма? Үстінен бір сан, астынан бір сан таңдаймыз. 56 мен 49 екеуі де қандай санға бөлінеді? 7-ге бөлінеді. Мысалы 49 деген сан тек қана 7-ге бөлінеді ғой. 49 7-ге бөлсем 7, 56 7-ге бөлсем 8. Ары қарай 48 пен 16 екеуі қандай санға бөлінеді? Тәжірибесі бар адамдар бірден 16 екенін байқайды. Яғни екеуі де 16-ға бөлінетінін көреді. Енді сіздер жаңа қысқартып жатқан кезде бірден 16-ны көре алмауыңыз мүмкін, бірақ жай-жайдан қысқарта беруге болады. Мысалы, екеуді жұпсам ғой, 2-ге бөле беріңіз жайлап. Мысалы, бүйтіп жайлап көрсеңіз де болады. Егер үлкен санды көре алмасаңыз, жайлап 2-ге, 4-ге бөле беріңіз. Ойыңызға қандай сан келеді? Екеуі бөлінсе болды ғой, бірдей санға. 16-ны 2-ге бөлем 8, 48-ді 2-ге бөлем 24 деп осылайша. Осында 24-тен 8-ді қысқартуыңызға болады. 24-тен 8, екеуі де 8-ге бөлінеді ғой. 8 8-ге бөлем 1, 24-ті 8-ге бөлем 3 деген сияқты. Сонда бөлшектің алымында 1 және 8 деген арасында көбейту бар міне. 1 көбейту 8. Бөлімінде 3 көбейту 7. Бірден жазып жіберсеңіздер де болады, әрине. Түсінікті болу үшін. Көбейтіндісі 8 болады, көбейтіндісі 21 болады. Жауабы 21-ден 8. Яғни қысқарту деген осылай орындалады екен. Енді аралас сандарды қысқарту қалай болады? Аралас сандарды қысқартқан кезде, мына бүтін бөлігіне мүлде тиіспейсіз. Бүтін бөлігі соңына дейін еріп жүре береді, жақсы ма? Бүтін бөлігі соңына дейін ереді. Біз бөлшек бөлікпен айналысамыз. 728, 56. Екеуі де қандай санға бөлінеді мысалға? 4-ке бөлінгіштік қасиетті еске түсірейікші. 4-ке бөлінгіштік қасиет бізде соңғы 2 цифрасына көңіл аударатын едік қой. 8-ге бөлсе де болады екен негізі. 4-ке бөле берейік, жақсы. Ойға келген бірінші сан 4. Соңғы 2 цифрасы 28 4-ке бөлінсе, 728-де 4-ке бөледі ғой. Сондай еді ғой қасиеті. Сосын 56-да 4-ке бөледі. 4-ке бөлейін ал. 56-ны 4-ке бөлсек 14. 728-де 4-ке бөлсек 182. Мұна екеуі тағы да жұпсан. Жалпы жұпсан көрдіңіз бе? 2-ке бөле берсеңізші. Жұпсан, екеуді жұпсан ғой. 2-ке бөлейік тағы да. 7 бүтін. 14-тің жартысы 7, 182-нің жартысы, яғни жартысы деп 2-ке бөліп атқан себепті айтып атқаным ғой. 91. Мұна бөлшектің алдындағы 7 деген ол тек қана 7-ге бөледі. Енді 91 7-ге бөліне ме? Бөлінсе бөлесіз, бөлмесе осылай қалады ғой. Менің жағдайымда бөлініп тұр екен ал. 7 бүтін, 7-ні 7-ге бөлем 1 қалады, 91-ді 7-ге бөлсем 13 қалады. Міне бөлшектерді қысқарту деген тақырып осындай екен. Енді мынадай нәрсе, сіз бөлшекті қысқарттыңыз. Енді бірден ойыңызға келмеуі мүмкін, бірақ бірнеше рет қысқартқаннан кейін, мысалға, мына жерде қайсысын алса да бәрібір, мысалы, мына жерде ала берейін не? 12-ден 8 мен 3-тен 2.
мына екеуі қалай тең деген ой сұрақ келуі мүмкін енді кейбіреулеріңізге. Мынау 12-ден 8 деген бөлшек, мынау 3-тен 2 деген бөлшек. Олар екеуі қалай тең деп ойлап қалуыңыз мүмкін. Енді соны біз сурет арқылы көрсетейік. Жаңа біз суретін салдық қой бөлшектердің. Сол сияқты мына екі бөлшектің суретін салып көрейік. Шынымен де тең бе екенін байқаймыз сосын. Мынандай міне 3 бөлікке бөлдік. Яғни мен мынаның суретін салғым келіп тұр. 3-тен 2 дегеннің. 3 бөлікке бөлдім. Соның екеуін мысалы көк түспен бояп қояйын. Қызылды да араластырып қояйын. Көгім онша көрінбей тұр. Мына жерде сіздер байқадыңыздар, мен мына 4 бұрышты 3-ке бөлдім. Соның 2 бөлігі боялды. Келісесіздер ғой? Яғни мына 3-тен 2 деген сурет салынып тұр. Енді мына 12-ден 8 деген суретті осының бетіне салайыншы. 12-ден 8. Яғни бөлшектің бөлімінде қандай сан тұр? 12 тұр. Яғни мен аны 12-ге бөлуім керек енді. 12-ге бөлу деген міне былай. Мына жерде 12 кусок бар. Мынандай 4 бұрыштердің 12 кусогы бар. Байқап отырсыздар ғой? Соның нешеуі боялған? Нешеуі боялып тұр? 8-і боялып тұр. Шынымен де ұқсай ма? Мына 3-тен 2 дегендегі боялған бөлігім 12-ден 8 деген боялған бөлігі екеуі бірдей ғой. Боялған жерлер бірдей болып тұр, аудандары. Түсініп отырсыздар ма? Яғни осы арқылы біз мына екі бөлшектің теңдігі екенін байқаймыз.